Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі екінші модулімізге қош келдіңіздер. Бірінші модульді көрдіңіздер деп ойлаймын. Егер де көрмеген болсаңыздар, обязательно бірінші модульді қарап шығыңыздар. Хорошо? Көңіл күйлеріңіз всегда жоғары деңгейде болсын, сол кезде ақпараттар дұрыс миларыңызға сіңетін болады. Сондықтан да давайте кеттік, бастаймыз. Екінші модуль, бірінші сабағы бұл ниша таңдау деп аталады. Бірінші модульді біз сіздермен жалпы кәсіпкердің мышлениесі туралы әңгіме айтқан болатынбыз. Қарапайым адам мен кәсіпкердің мышлениесі қандай болады. Содан кейін өзіңіз қарапайым адамнан кәсіпкер адамның мышлениесін қалыптастырған болатынбыз. Түсіндік қой, енді негізгі сабақтар басталады. Осы сабақтарды егер де түсінбей қалатын болсаңыз, онда қалған сабақтар уже пайдасы болып қалады. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да дәптер, ручкаларыңызды алып отырыңыздар, обязательно сабақта айтылған нәрселердің барлығын түртіп жазып отырыңыздар. Жарай ма? Сол кезде сіздің ойларыңызда қалады. Кеттік. Енді жалғастырамыз. Екінші модуль бұл бизнеске арналады. Біз уже бір толқында болу керекпіз. Түсініп алдық, мышлениемізді қандай болу керегін түсіндік. Сондықтан осы сабақта кейбір түсініксіз бір терминдер болуы мүмкін. Түсіндіре алдым ғой? Сондықтан да оған қатты не істемеңіздер, түсінбей жатырмын деген сияқты. Именно сондықтан осы сабақтан кейін термин сөздер деген файлды ашып бір қарап шықсаңыздар болады. Кеттік. Мынаны түсініп алайық. Инстаграмда бизнес жасаудың алгоритмі, Инстаграм арқылы бизнес жасаудың алгоритмі өте қарапайым. Мынандай 4 қадамнан тұрады. Біріншісі бизнестің түрін таңдау, нишаны таңдау. Мысалы бір телефон ба, немесе киім ба деген сияқты. Бизнестің түрін таңдап аласың. Содан кейін Инстаграм бар, Инстаграмға контент жасау. Контент дегеніміз ол жерде фото, видео, сторис деп контенттің ішіне барлығы кіреді. Үшіншісі жарнама жасау. Жарнама жасауға не кіреді? Таргет жіберу, блогерлерге жарнама беру деген сияқты. Түсінікті ғой, реклама жасау. Төртіншісі әрине ол сату. Осындай қарапайым 4 қадамнан тұрады. Егер осы 4 қадамды нақты по правилам жасайтын болсаң, сәйкесінше нәтижесін алатын боласың. Кеттік. Бұл 4 қадам бір-бірімен тығыз байланысты. Жаңа айтқанда, неліктен кейбір бизнес парақшалар Инстаграмда табыс тауып жатады, ал кейбіреулері табыс таппайды. Мен осы сұрақтың жауабын көп біраз іздеп, былай айтқан кезде анализ жасадым. Бізде де өзіміздің де былай айтқан кезде, менде бұрын өзіміздің Инстаграм былай айтқан кезде SMM агентствомыз болды. Біз көп деген проекттермен жұмыс жасаған болатынбыз. Олар осы 4 қадамның 4-еуін бірдей орындамайды. Мысалы, бізге келіп бүйтіп айтады да, Инстаграм жүргізу керек. Қарасаң, контенті дұрыс емес, жарнама жібересіз, жарнама жібермейді. В общем, целом осы 4 қадам дұрыс емес. Сәйкесінше осы 4 қадам болғанда саласы бар. Просто жаңағы үш несі дұрыс емес қадамдары. Түсіндіре алдым ғой? То контент жасамайды, жаңа айтқандай, бірақ жарнама қоспайды деген сияқты. Түсіндіре алдым, Кеттік. Бұл 4 қадам домино сияқты. Біреуі құлап кетсе, барлығы да құлайды. Көбісі мынандай қателік жасайды, қараңыздар. Инстаграмда бизнес жасау үшін тек қана жарнама жібере берсем болды деп ойлайды. Жаңа маған айтады, маған жазатындар бар да, осылай таргет жіберу керек, Ернар, бизнесін тоқтап тұр дейді. Ойлайсың да, тек қана таргет жіберсе ойлайды. Таргет қосып жіберем, болды, бизнесін атып кетеді, клиенттер көп келеді деген сияқты. Жоқ. Сенің жаңағы айтқандай салаң бар. Одан кейінгі қадамдар бар ғой, жаңа контент жақсы болу керек, упаковкасы вообще Инстаграм жоқ болса, ешқандай саған клиент келмейді. Өзіңіз бір жерден тапсырыс бергіңіз келеді, өзіңіз, білмеймін, бір тамақ, киім дегендей сияқты. Сіз бытыш болып отырған, ешқандай контенті, видеосы жоқ, сомнительный парақшадан бересіз ба заказ? Әрине жоқ. Сондықтан да егер де сізде клиент болу үшін сіздің де жаңағы қадамдардың барлығы поэтапно орындалу керек. Тек қана біріне емес, тек таргет жіберсем болды, клиент келеді дейтін сөз емес. Түсіндіре алдым ғой? Осындай проблема қазір бізде бар. Кеттік. Или жаңа айтқандай, или жаңағы контенттер жоқ, тағы басқа бір нәрсе деген сияқты. Давай кеттік. Или мынандай нәрсе бар, сондықтан тек бір нәрсені үйреніп алып, нәтиже күтіп жүруге болмайды. Жаңа таргетті үйреніп алып, болды, мен осымен алып келе берем деп болмайды. Бәрі былай айтқан кезде жаңа домино сияқты ғой, бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Түсіндіре алдым ғой? Ұмытпаңыз, бизнес түрін таңдау, контент жасау, жарнама жасау, сату, осы 4 қадам Инстаграм арқылы бизнес жасап табыс табуға болады. Өте қарапайым, элементарный нәрсе, в принципе, бірақ көбіміз осы элементарный нәрсені дұрыс өкінішке қарай жасамаймыз. Түсіндіре алып жатырмын деп ойлаймын. Кеттік. Енді біз бүгін ең бірінші қадамға тоқталамыз. Инстаграмдағы бизнес түрін анықтау. Инстаграм арқылы табыс табу үшін қандай бизнес түрін таңдауға болады. Сразу айтамын, идеальный бір бизнес ниша жоқ. Бар, миллион түрлі ниша бар.
соны бір көбіміз ойлаймыз, біз көбісін біз сондай бір іздеп жүреміз да, былай айтқан кезде. Бірақ тағы да айтамын, идеальный бизнес жаңағы ниша жоқ. Кеттік. Любой бизнестің кемшілігі бар. Любой бизнесте проблемалар болады. Оны мен өзім әртүрлі салаларда жұмыс істеп көргеннен кейін түсіндім. Мен өзім осыған дейін маркетолог болып жұмыс жасадым. Көптеген бизнес парақшаларды жүргіздім да. И солардан түйген өзімнің анализдерім бар. Қараңыздар, көптеген клиенттермен де, SMM-шіктермен де, маркетологтармен сөйлесу арқылы өзім жұмыс істеп көргеннен кейін кез келген бизнес түрі Instagram арқылы сатылмайды. Я, көбіміз ойлаймыз, бір кісілер де маған келді да, бір Instagram арқылы жүргізбес бір нишаларды. Бірақ кейбір нишалар бар, Instagram арқылы сатылым жасамайды, просто Instagramда бар екенін көрсетеді. Я, просто как визитный не сияқты да, карточка сияқты. Ол жерден бірақ сатылым жасай алмайсың. Ал кейбір бизнес түрлері бар, ол жерден реально кәдімгідей клиент келіп, ол жерден кәдімгі реально продажа жасауға болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын сіздерге. Сондықтан да жаңа қандай талаптар бар екенін айтайын. Кез келген бизнес түрі жаңа айтқандай Instagram арқылы сатылмайды. Instagram арқылы сатуға келмейтін определенный бизнес түрлері бар. Да? Мен өзімнің жеке менторствома келер кезде адамдарға осындай талаптар қоямын да. Егер оның бизнесі сол талаптарға сәйкес келмесе, мен оған көмектесе алмаймын. Мысалы, кейбір бизнестің түрлері бар да, жаңа айтқандай. Оны Instagram арқылы жүргізбесе, ол басқа сферада жүргізуге болады, жаңа офлайн точкалар дегендей сияқты. Мысалы мен айтып кетейінші. Мысалы, мынандай бір ниша болды. В общем, мынандай бір орамалдар сататын, сондай болды да, именно бір орамалдар сататын бір компания болды, есімде, сол маған келген кезде. Именно ол орамалдарды именно гостиницаға сатады екен, андай гостиничный сабын, гостиничный тапочкалар дегендей сияқты. Оны Instagram арқылы не істеп, клиент табу кішкене келмеді да. Біз жіберіп көрдік, бәрін істедік, бәрін упаковкасын бәрін істедік, таргет жіберіп көрдік, бірақ болмады. Неге? Потому что өзінің жаңағы целевой аудитория деп айтады, соны сол жаңа гостиница заттарды алатын адам ол жерде отырмайды ол. Келсеңіз қой, сіз гостиница адам болса, Instagramда ол отырмайды. Ол басқада. Мүмкін ол Facebookта болуы мүмкін, немесе сен офлайн барып оған презентация жасауы мүмкін, гостиницаға, немесе басқа бір жер тендердан бір нәрседен ұтып алады деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой? Примерно осындай салалар бар. Көбісі ойлайды, Instagramда бәрі сатыла береді деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Примерно бір сондай бір сала бар, бір 10% па сондай. Қалған 90% Instagram арқылы сатылады. Түсіндіре алдым, иә? Кеттік. Жаңағы айтқанымдай сондай салалар бар именно. Келесі, былай ғой, бұл түйінге келуім себеп, жаңа айтқанымдай, мен түсіндіріп бердім, неге именно кейбір салалар сатылады, кейбір салалар сатылмайды. Себебі мен осыған дейін көптеген жаңағы компаниялармен жұмыс жасағаннан кейін осындай нәрсені түсіндім. Кеттік, келесі, маркетингте путь клиента деген сөз бар. Яғни клиент товарды сатып алу үшін қандай әрекеттер жасайды. Клиенттің жолы, түсінікті ғой, путь клиента дейді. И осы клиенттің жолы, путь клиента зерттеген кезде бізде мысалы мынандай болды. Әйелдер киімі деген сала болды. Әйелдер киімі кәдімгідей. Әйелдер Инстаграмда отырады, киімдерді қарайды, доставкамен заказ береді. В принципе, логикаға сыйымды, әйелдер киім бар, заказ бересің, клиент көрді, рекламасын көрді, заказ береді. И бір сала болды соның ішінде, тағы да бір мысал айтып жатырмын. Униформа деген. Именно ол қандай? Клиент компаниялар үшін бірдей формат деген. Бірдей кәдімгі формалар деген. И соны Instagram бәрін соны сату керек болды да, сонда бір клиент кетті бізге. Соны сату керек болды и сосын тоже соны Instagramмен жаңағы упаковкасын жасап, бәрін жасап көрдік та, рекламасын жіберіп. Бірақ ешқандай сатылым болмады. Неге? Тура сондай целевой аудиториясы, целевой алдағы сабақтарда да айтылатын болады. Целевой аудиториясы сенен сатып алуы мүмкін клиенттерді, мысалы айтқан кезде, сол Instagramда отырмады. Оның аудиториясы, мысалы басқа жерде. Қай жерде болуы мүмкін? OLX-тен қарауы мүмкін, немесе сату сайттары арқылы заказ береді екен да, ол жақтан. Түсіндіре алдым ғой? Вот, менің қазіргі таңда айтып отырған нәрселердің бәрі, мен практика жүзінде бәрін жасап көрген нәрселер. Сондықтан ойламаңыз, біз бір жерден оқып алып, бір жерден айтып жатыр деген сияқты. Менде де өзімде электроника, басқа да магазиндер, интернет-магазиндеріміз бар. Сондықтан да сіздерге дәлел болу үшін, осы қателіктерді жасамау үшін сіздерге принципе бәрін түсіндіріп беріп жатырмын. Түсіндіре алдым ғой, иә? Кеттік. Енді бағанағы Instagram дамытуға болатын бизнестерге арналған талаптарға оралайық, иә? Ескерте кетейін. Қазір сенде бизнес бар болса, және ол осы талаптарға сай келмесе, жаңағындай, онда Instagram арқылы оны дамыту қиын болады. Жаңағындай кейбір қиын бір салалар болса. Түсіндіре алдым ғой, лучше вовремя саланы ауыстыру. Миллион салалар бар негізі. Instagramда тест жасап, ары қарай сатып көруге болатын. Түсіндіре алдым, кеттік. Бірінші, егер әлі бизнес жоқ болса, жаңа сала таңдау үшін ең бірінші қойылатын талап, сала таңдаған кезде таза табыстың жоғары болуы. Неліктен?
Себебі кейбір вообще там аз қалатын нелер бар да, салалар бар да, маржасы жаңағы пайдасы өте аз қалады. Инстаграмда товардың өзінің құны бар. Құнына, иә, товардың өзінің құны бар, жерден сатып алатын. Содан кейін жарнамаға кететін шығыны бар, екіншісі. Содан контент жасауға кетеді, иә, контент жасауға жаңағы суреттерін бір нәрсе түсіресің деген сияқты. И доставкаға кететін шығындар бар. Тоже жаңағы доставкаға жіберетін, мысалы бір зат алатын болсаң. Офлайн магазинде мысалы доставкаға шығын кетпейді. Келесіз ғой, офлайн магазин барады, сол жерден алады, сатып алып кетеді деген сияқты. Клиент өзі алып кетеді. Онлайнда осындай шығындар бар, қосылады. И таргетте қазір клиенттің бағасы, мысалы айтқан кезде, таргетке сіз мысалы қазір былай ғой, принципі қарапайым схема да. Саланы таңдайсың, саланы таңдағаннан кейін упаковкасын бәрін жасайсың. Оның бәріне былай айтқан бастапқы уақытта бір аз ғана суммалар кетеді да, мысалы айтқан кезде. Былай сондықтан да айтып жатырмын, жаңағы товардың, иә, таңдаған кезде оның несі көп болу керек, пайдасы. Сол үшін егер аз пайда тапсаң, онда уже қазір айтып беремін мысал ретінде. Ол кезде уже сенде пайда көп қалмай қалады, потому что рекламаға кететін шығын бар, тағы да бөлек шығындар бар да, доставка кететін деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой, иә? Сондықтан да қазіргі еще таргеттің бағасы да жоғары, сондықтан да жоғары пайда қалатын саланы таңдау керек. Ондай салалар өте көп. Содан кейін бізде мен өзім жаңағы Instagram жүргізген кезде, маркетолог болған кезде бізде андай тағы да бір сала болды, бижутерия деген сала болды. Бижутерия білесіз ғой, кішкентай бір нәрселер сатады деген сияқты. Әйелдерге арналған деген сияқты. Сондай заттарды бір 5 теңгеге сондайға сатып жүрді да, былай айтқан кезде өте несі төмен. Былай айтқан кезде маржасы төмен. Вообще пайда қалмайды да, таргетім бар, тағы басқа бір нәрсе деген сияқты. Еще ол жаңа копия нәрселері да, и одан жоғары уже сата алмайсың деген сияқты. Сондықтан да бұндай салаларды пайдасы аз болса, желательно, егер оптовый бір сатам десем болады да, но былай розница бастапқы уақытта өйтіп ондай саланы таңдап қажет жоқ. Себебі ол өте қатты сатылмауы мүмкін да, бастапқы уақытта, түсінесіз ғой. Ол жерінде де конкуренция да көп болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да бастапқы уақытта осындай салаларды таңдамаған жөн болады. Түсіндіре алдым ғой, кеттік. Келесі талап аудиторияның кең болуы. Аудиторияның кең болуы деген кейбір салалар бар, узкий да, категориясы. Узкий несі, жаңағы сатып алатын адамдары узкий. Ал кейбір салалар бар, масс продукт, массовый сатылатын. Мысалы, массовый кейбір нәрсе сатылатын нәрсе бар. Наушниктер массовый сатылады, тағы қандай массовый сатылатын бар. Мысалы, текстиль да, мысалы да, тағы да солар сатылады. Өте көп та, мысалы, киімдерде тағы көп сатылады деген сияқты. Өте көп ондай нәрселер. Сондықтан да басында массовый товар таңдаған жақсы. Ондай товар өте көп. Оларды, мысалы, бастапқы уақытта қазір қалай таңдауға болатынын мен сіздерге айтып кетейін. Ең қарапайым нәрсе, егерде сіз, мысалы, Алматы қаласынан болсаңыз, бізде Алматыда барахолка бар. Білесіздер ғой, барахолка, ялан бар деген сияқты. Ол жерде өте көп бизнестің түрлері бар, нишалар бар. Сол жерден бастапқы алдағы уақыттарда айтамыз, қалай оларды есептеу керек деген сияқты, анализ конкурентов қалай жасау керек деген. Но бастапқы уақытта ниша таңдаған кезде көп іздейді да, площадкаларды. Негізі осы сабақтан кейін біз несін бар, чек-лист форматында қоямыз, қандай салалар именно қазіргі таңда айналысуға болатын, и қай жерден іздеуге болатын мен сіздерге қойып қоятын боламын. Қазір сіздерге былай қысқаша сіздерге түсіндіріп жатырмын. Түсіндіре алып жатырмын ғой сіздерге. Сондықтан да өзіңіздің нарықтан да, жаңағы базардан да қарауға болады. Содан кейін тағы да басқа жерлерден көруге болады. Түсіндіре алдым, иә? Кеттік. Тағы да айтайын, келесі таңдап жаңа айтқандай аудиторияның кең болуы. Мысалы, бізде йога тақталарын сататын танысым болды. Йога доска, в общем, шегелері ғой, бүйтіп шеге шығып тұрады, сондай сататын болды. И ол менен көмек сұрады. Сата алмай жүрмін, Инстаграмды дамытып бересің ба дейді. Мен сразу айттым, короче, оған шанс жоқ. Неге? Себебі қараңыз, Қазақстанда онсыз да спортпен айналысатын адам аз. Себебі оның аудиториясы узкий, мынандай нәрсе ғой, саған ол дәл қазір керек емес та. Келсесің ғой, саған басқа бір потребностьтарың бар, қажеттіліктер. Ана нәрсе саған дәл қазір керек емес. Түсінесің ғой, сондықтан да адамдарға дәл қазіргі моментте реально, мысалы бізде 19 миллион халық болса, 19 миллион халық болса, примерно солардың бір 9-дан бір бөлігіне да, мысалы айтқан кезде, соларға бір өтетіндей бір товарды таңдауымыз керек. Түсіндіре алдым ғой? Жаңа айтқандай, осы сабақтан кейін именно сондай салаларды қойып қоятын боламыз, и қаяқтан қарау керек, тоже қойып қоятын боламыз. Түсіндіре алдым ғой, кеттік. Жаңа айтқанда йога доска то же самое, жаңа узкий аудитория, узкий, оны сату қиын болды. Мен сразу айттым, жоқ, лучше басқа саланы тыңдай сал. Түсіндіре алдым ғой, иә? Кеттік. Шешім қандай? Аудиториясы кең нишаларды таңдау керек, жаңа айтқандай. Сол кезде шанс жоғары болады, и таргет жіберген кезде де бірден шанс болады. Мысалы, общий аудиторияны таңдап жібере салсаң, уже лидтер көбірек келеді.
Кеттік. Келесі талап, желательно әйел адамдар сатып алатын аудиторияны таңдау керек. Себебі әйел адамдарға контент жарнама жағынан әсер ету оңай. Көбінесе продажа жасайды, анализ жасап көрдік. Статистика бойынша әйел кісілер көп продажа жасайды. Я ерлер де отырады Инстаграмнан олар да сауда жасайды, но әйелдер более активный. Ақша күтуға дайын былай айтқан кезде, сатып алуға дайын болып келеді. Но егер қазір сенің бизнесің тек ер адамдарға арналған болса, оны тастап кетуге де болмайды. Просто әйел адамға сатқан жеңілдірек деп сіздерге айтып жатырмын. Түсіндіре алып жатырмын ба? Егер де түсінікті болып жатса, өздеріңізді барлық нәрселерді түртіп жазып отырыңыздар. Сен былай болуы мүмкін, қазір сен миыңға түсінбеймін, не болып кетті деп айтуы мүмкін да. Это нормальный нәрсе. Потому что бұрын сен бұл ақпараттарды естімедің. Түсіндіре алдың ба? Чуть-чуть демалып ал. Я қайтадан стоп қоя тұр да, демалып ал, қайтадан бастап қара. Түсіндіре алдың ба? Ортасынан бастап қара деген сияқты. Бұл айтылып жатырған нәрселердің барлығы саған керек. Біз артық нәрселердің бәрін алып салдық, нақты саған айтып жатырмыз. Түсіндіре алдым, кеттік. Келесі талап, товар сезонный болмау керек. Кейбір товарлар бар сезонный. Маған мысалы шуба сататын магазинге тура сондай жаңағы мен басында қуандым, ой, қазір сатамыз деген сияқты. Бірақ олар сезонный да. Түсіндіре алдым ғой. Сондықтан да лучше сезонный нәрселерді басында таңдамаған жақсы. Келесі талап, товарлар ассортименті немесе бұны продуктовая линейка деп атайды. Сол көп болу керек. В общем, клиентте выбор көп болу керек. Мысалы, чистый диван сататын парақшалары бар. Уже қиын да сату, ол жерде жаңа контент түсіру, тек қана диван сала берсең, тоже уже қызық емес дегендей сияқты да. Но болады, ол жақтан да продажа бар, одан не отрицаю да. Но просто ассортимент көп болған жоқ. Мысалы, мебель таңдасаң, ол жерде көп диван да қоясың, мебельный, кухня мебель, тағы бөлек-бөлек нәрселерді қоя берсең болады. Сондықтан нишаны таңдаған кезде сразу мән беру керек. Товарлар ассортименті кең болсын, бірақ бір салада болу керек. Бір страницада гүл сатып отырып, параллельно орындық сатпайсыз ғой, келесіз ғой. Сондықтан да гүл сатсаңыз, қасына мягкий игрушкалар қосасыз, и подарочный коробкалар сатуға болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі талап, Инстаграмда, Фейсбукта запрещенный нишаларды айналыспау керек. Мысалы, ол қандай нәрсе? Мысалы, казино, ставка, темекі, кальян деген сияқты. Бұл жерден табыс табу мүмкін, бірақ олдан ол жерде ақша таза емес. Келсесіз ғой? Ал таза емес болған ақша, ол берекелі болмайды. Келсесіз ғой? Сондықтан да лучше хоть 5 мың 10 теңге тапсаңыз да, ол таза болсын, сол кезде ол берекелі болады. Түсіндіре алдым, Кеттік. Сосын тағы да келесі, примерно, мысалы айтқан кезде бір андай сумкалар бар, мысалы Gucci-дің сумкалары, тағы деген сияқты. Оларды копиялары бар да, оларды сатуға болады, бірақ сен таргетке жіберген кезде олар блокқа кетіп қалады. Только сата аласың, оларды қалай сата аласың? Только бір блогерлерге реклама жасап деген сияқты. А таргетке жіберетін болсаң, бар ғой сондай жаңа Louis Vuitton копия сумкалары деген сияқты. Оны блогерлер арқылы сатсаң да болады да, бірақ таргетке жіберсең, оларды уже блокқа қоятын болады. Желательно ондай нәрселермен тоже опасаться ету керек. Түсіндіре алдым, кеттік. Келесісі сетевой бизнес, но оны да абайлап жасау керек. Сетевой бизнестің рекламасын Facebook былай айтқан кезде блокировать етеді. Но желательно керек емес. В общем, мен керек емес, керек нәрселерді айттым, керек емес нәрселерді айттым. Осы нәрселерді дұрыс қабылдасаңыздар, дұрыс нәтижесін аласыздар. Келесісі, және тағы да бір маңызды талап, бұл тауар сіздің қасыңызда болуы. Мысалы, көбісі айтады маған, жаңа бір товар сатайын деп едім, Турциядан әкеліп, Қытайдан 2 миллион, 3 миллионға товар әкеліп сатайыншы дейді. Ол дұрыс емес та, бастапқы уақытта. Мысалы, сен қазір 0 болсаң, саған керек нәрсе просто ана процесстерді, құралдарды қолданып көру үшін любой бір саланы алып көрсе болады. Наушникта тағы не бар, бір киімдер дегенде сияқты, бір зат товарлар дегенде сияқты. Любой пижамалары бар деген сияқты, любой нәрселерді пока что алып сатып көру керек та. Түсіндіре алдың ба? Сондықтан да ол ондай нәрселер сіздің қалаңызда сатуы мүмкін. Сіздің қалаңыздағы бір базарда сатуы мүмкін да. Сол жерден просто посредник болып, сол заттарды просто суретке түсіріп, Инстаграмға салып, оны қазір айтамыз ғой, салып просто сөйтіп сатып көру керек. Зачем саған Қытайдан, Турциядан пока заказ беріп деген сияқты. Себебі адамдарға тиісіз керек. Бұл бастапқы уақыт сен мынандай емес қой, қазір сен бір саланы таңдадың, мен өмір бақи айналыспайсың ғой. Келсесің, просто сен қазір тест жасау үшін, жаңа схемалардың бәрін түсіну үшін бастапқы уақытта любой бір саланы таңдап, бастап кету керек. Главный бастап кету. Көбісі жүр, менде де сондай болды, бір адамдар, жүр, бір ай бойы жүр. Нан таңдайын. Миллион товар бар, соның үшін біреуін таңдай сал просто. Таңдай сал да жасай сал. Болды, көресің ары қарай, сатып көресің, істеп көресің. Осындай да кәсіпкер дейтін осындай нәрседе, осындай адамда ол жүрмейді да, ананы көріп, ойланып, мыңғырық дейсің. Көресің, методын проба көресің, ананы көресің, өтеді, тексеріп көресің. Потому что сен білмейсің ол өтетінін. Потому что оны нарық шешеді, келсесің ба? Нарық шешеді. Сен просто тест жасап көре бересің. Кеттік, все. Негізгі талаптар осы. Егер Инстаграм арқылы бизнесті дамытқың келсе, осы талаптарға сәйкес
келуін бір тексеріп шық. Жарай ма? Егер бизнесті бастап қойсаң, осы талаптарға сәйкес келмесе, пока не поздно, саланы да ауыстырсам болады. Табыс әкелмейтін, жүрмейтін бизнесті мойнына іліп алып, бизнесінің құлы болып кетіп жүрме. Түсіндіре алдым ғой, Все, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осы сабақтың былай айтқан кезде визуальный конспектісі бар. Соны осы сабақтың соңында нелерде осы порталда тұрады. Соны қарап шықсаңыздар болады. Тағы да қосымша материалдардың бәрін біз салып отырамыз. Барлығы өте қарапайым. Хорошо? Еш нәрсені қиындатып қажет жоқ. Инстаграм арқылы бизнес жасауда өте қарапайым. Түсіндіре алдым? Бұйырса келесі сабақта көріскенше сау саламатта бол. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің келесі сабағымызға кеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы поставщик табу деп аталады. Көңіл күйлеріңіз всегда жоғары деңгейде болсын, сол кезде настрой. Негізгі ең главный кәсіпкерге керек нәрсе энергия. Көп кәсіпкерлерді көресіздер ғой, өте ондай қатты ақылды емес. Олардың энергиясы мықты да. Энергия жоғары болған кезде сен бір дәрежеге жете аласың. Түсіндіре алдым ма? Сондықтан энергияларыңды жоғары тонуста ұстап отырыңыздар. Кеттік. Маған ең жиі қойылатын сұрақ поставщик қайдан табамын? Поставщик жаңағы қайдан табамын деп айтады. Начинающийлар всегда бастапқы уақытта всегда поставщик табудан қиналады. Себебі олар поставщик дегенде қиын шаруа, бір сондай бір нәрсе етіп елестетеді. Негізі кез келген нәрсе өте қарапайым. Просто біздің миымыз сол нәрсені қиындатып тастайды. Оны қайдан табамын деп уайымдап кетеді. Поставщик дегенде бір невозможный нәрсе сияқты елестетеді, жаңа түсіндіре кетейін айтқанымда, Бүгінгі сабақта сені поставщик туралы өзің ойлап алған шектеулеріңді алып тастаймыз. И ескерте кетейін, бұл курста мен сіздерге поставщиктердің жаңа базасын, ешқандай нәрсесін бермеймін, себебі олар күн сайын былай айтқан кезде обновление болып жатыр. И маған ұнайтын поставщик сіздерге ұнамауы мүмкін, немесе бәрі бір поставщиктен алып нарықта каша болып кетуі мүмкін да. Сондықтан да сіздерге дайын база мен бермеймін. Бірақ қалай табу керек, қалай сөйлесу керек, барлығын четко. Мен өзім солай жасаймын. Өзім де солай жасадым. Менде де өзімнің интернет-магазиндерім бар. Бастапқы уақытта солай жасадық. Соның схемасын бәрін сіздерге айтып беретін боламын. Ендеше кеттік. Поставщикпен жұмыс істеуге ең идеальный вариант дропшиппинг. Дропшиппинг деген не? Мысал мен түсіндірейін. Мысалы мен әйелдер киімін сатамын. Контентін, суретін, баннерін бәрін жасадым да рекламаға жібердім. И маған бір клиент түсті. Көйлек сатып алғысы келеді. Менде бірақ қолымда көйлек жоқ ешқандай. Мен істеймін. Мен алдымен клиенттен предоплата аламын. 50%, яғни клиентке айтып түсіндіремін. Біз предоплатамен, алдын ала төлеммен жұмыс істейміз. Мысалы, жаңағы көйлек мысалы 10 000 теңге тұратын болса, мысалға айтып жатырмын. Соның 5 000 теңгесін төлейсің, предоплата жасап қоясың, содан кейін жеткеннен кейін ары қарай тағы 5 000 теңгесін төлейсің. Егер клиент сенбей отказ беріп жатса, страницаны көрсетесіз, жасап жатқан контентті көрсетесіз, в общем, осыған дейін отзывтарды көрсетесіз, в общем, предоплатасын аласыз. Ол туралы сату туралы да сабақ бар, ол жақта уже толыққанды түсіндіреді. Поставщикке звондайсыз да, мысалы поставщик, әйелдік киімдерін сататын. Менде қазір осынша ақша бар, в общем, ақша бар. Сізден осы көйлекті алсам деп едім. Доставкасын өзім жасаймын деп, яғни поставщиктен көйлекті арзан бағада сатып аласыз. Пока сенде, в общем, былай ғой, сенде товар жоқ, короче. Товардың суреттерін бір жерден барлығын алып алдым да, в общем, упаковать етінде Инстаграм реклама жібердім. И клиент шықты, в общем, сатып аламын. В общем, Айбек маған, в общем, Гүлназ маған көйлек керек. Хорошо, түсіндіресің, 50% төлеп қойыңыз, проблема жоқ, содан кейін сізге біз жібереміз. Все окей, келістің, содан кейін ана поставщикке айттың, в общем, давай мен сізге бағасын осынша берем, осынша суммасын берем, да маған жіберіңіз деген сияқты. Все сөйтіп аласыз да, содан кейін көйлекті бергеннен кейін, негізі көп сөйтіп жасаған жақсыз да негізінде. Сізде ешкім барып бір сатып алып, Қытайдан, Турциядан алып қажет жоқ. Бастапқы вариантты мен де өзім сөйтіп жасағам, менде де студенттерім де солай жасап жатыр. Содан кейін 50%-ін уже алғаннан кейін уже төлейді. Түсіндіре алдым ғой, сен өзіңнің уже пайдаң қалады. Кеттік. Менің достарымда, мысалы айтқан кезде дайын бол деген интернет-магазин болды. И олар да осылай предоплатамен жұмыс жасады. Жаңа айына 1,5 миллион теңгедей былай айтқан кезде саудаларын көтерді. Просто киімдерді алады, жоқ в общем өздеріне. Просто киімдерін алады да Инстаграмға салады, реклама қосады, в общем келеді, содан клиенттен предоплата сұрайды, и содан кейін поставщикке барады да, жаңағы несі футболкасын алады, в общем солай да тапсырып береді. Қарапайым былай айтады, сол арқылы 1,5 миллион теңге пайда тапты. Бұл рабочая схема. Жұмыс жасап отырған нәрсе. Сондықтан да жасап отырған нәрсені дұрыс қолдану керек. Кейде предоплата төлемейтін клиенттер де болады. Но оларға түсіндіру керек, что біз бірінші рет жасап отырған жоқпыз. Егер қатты сенбей тұрса, удастагын жіберіп, немесе видеозвонокқа шық, неше түрлі нәрселер көрсетуге болады. Егер де адамның довериясына кіретін болсан, адамға құндылығын түсіндіретін болсан, любой сумма саған төлейді. Хорошо? Егер сен ол саған сенбей жатса, значит сен оған дұрыс түсіндіре алмадың. Түсіндіре алдың ғой? Сондықтан да оған четко и ясно түсіндіріп берсең, бәрін көрсетіп берсең, Инстаграм көрсетіп, мені живой удастан көрсетсе, в принципе, бәрі сенеді. Кеттік.
товарды алғаннан кейін егер басқа қаладан болса қалған 50% төлемей лақтырып кететін жағдайлар да болады. Ондай кезде товарды Қазпочтамен жіберу керек. Қазпочта адамның полный жаңа айтқан данныйлары тұрады деген сияқты. Содан кейін уже тауып аласың. Ондай клиенттер енді қазіргі таңда ондай аз. Бұрын сондай болатын, бірақ қазір ондай көп емес. Түсіндіре алдым ғой? Кеттік. Осы дропшиппинг деген осы нәрсе. Бұл айтқан кезде бастапқы уақытта жаңа клиенттің ақшасымен бастайсың, содан кейін поставщикке барып жарты ақшасын бересің, содан кейін өзінің жаңағы жеткеннен кейін өзінің пайдасын алатын боласың. Кеттік. Яғни заранее товар сатып алмайсың, алдымен клиентте предоплата аласың, сосын товарды бересің, поставщикке бұл ыңғайлы. Себебі ол еш қиналмайды. Клиент іздеп жүрмейді, доставкамен басын қатырмайды. Түсіндіре алдым ғой, қарапайым схема. Дропшиппингтің минустары бар. Бастапқы уақытта табыс сәл аз болады да. Мысалы айтқан себеп товарды оптовый бағамен емес, розничный бағада бір-бірінен сатып алып отырасың. Оптовыйдан сәл жоғары бағамен аласыз. Контент жасау сәл қиын болады, себебі сен сол барып сол жердегі заттарды түсіріп алсаң болады да, пока сол жердегі жаңа товарларды дегендей сияқты. Үшіншісі, кейбір поставщиктер лақтырып кетуі мүмкін, или товарды шатастырып алуы мүмкін дегендей сияқты. Сол үшін әр поставщикпен жеке-жеке танысып, сөйлесіп жұмыс жасау керек. Мен өзімізде мысалы электроника магазині бар, реально өзіміздің поставщиктеріміз бар. Просто бір реально дұрыс поставщик тауып алсаң, ары қарай онымен жұмыс жасау беруге болады. Или хотя бы 10 штук товар сатып алу керек, әртүрлі варианттармен. Бізде бастапқы мен электроника магазин бастаған кезде сөйтеміз. Біз қаншаға вообще өте аз суммамен бастадық. Бардық, в общем, базарға бардық. Базардан сондай бір 4-5 юан ба сатып алдық. Әртүрлі, жаңа біз наушник сағаттар сатып, соны сатып алдық та, сосын содан кейін бәрі суретке түсіріп, видеолар түсіріп, соны балдарды жалдадық та, видеолар түсіріп, Инстаграмға бәрін салдық. Айтқан кезде қарапайым 10 штук ба, болады ғой бір 20-30 мыңға сатып алуға болады. 20-30 теңгенің почти ол ақша емес қой айтқан кезде. Айтқан сонымен жасап, ары қарай уже стартовый капиталмен айналдырып жіберуге болады. Содан кейін уже клиенттер келіп бастайды, отзывтар алып бастайсың, дәл осы схемамен дальше жүреді. Енді поставщиктерді қайдан табу керек деген сұраққа жауап берейін. Біріншісі, поставщиктерді товарды Қытайдан, Түркиядан, Өзбекстаннан алып келеді. Поставщик товарды осы елдерінен алып келеді. Сондықтан оның міндеті товарды тезірек сатып тастау. Өте көп біз барахолкеге барған кезде сата алмай отыр да, потому что Инстаграм білмейді, таргетті білмейді, Инстаграмдары упаковка жасалынбаған деген. Оларға тез сатып жіберу. И олар сен келгенді күтіп отыр да, айтқан. Сен просто главный нәрсе бұл жерде өзіңді сата білуді, түсіндіріп кәдімгідей. Кәсіпкерге ең керек нәрсе ол общение. Осы сабақта бар, алдағы сабақтарда айтатын боламыз. Егерде дұрыс тіл табыс, өзің бүйтіп жүретін болсаң, бүйтіп сөйлемей, үндемей, онда уже кішкене қиындау болады. Сондықтан да өз ашылып, былай айтқанда ешкім салбырап түспейді аспаннан. Ойбай, күшті сатушы болып деген сияқты. Бәрі осы өмірге келе, бәрін осы жетілдіреді. Сондықтан ойлап қалма, мен мынандаймын, мен қолымнан келмейді. Любой адамның қолынан келеді. Егерде шынайы қалайтын болса, и осы нәрселерді жетілдіретін болса. Түсіндіре алдың ғой? Сондықтан да ол наоборот сенің келген күтіп отыр, мен товарымды өткізіп тастаса екен деп, мысалы поставщиктер. Ең оңай варианты OLX. Просто поискқа товардың атын жазсам болады, осының товардың оптовый сататын адамдар бар сол жерде. Поставщиктер солай тапсам болады. Егер Алматыдан болсын, жаңа айтқандай барахолкеге барсам болады, Алтын Орда бар, неше түрлі рыноктар бар ғой, бұл айтқан кезде, базарлар бар. Сол жаққа барып, оптовый бағаларын қарап, оптовый рядтарды барып, сол жақтан барып көрсем болады. Алматыда басқа қалада болсаң, айына бір рет Алматыға келуге болады ғой. Алматы деген Америка емес қой, саған ұшып келе саласың, емес пойызбен келе саласың деген сияқты. В принципе, егер де сен реально жасаймын, реально мен тапқым келеді деген бір өртеніп тұрған ішінде бір не болса, да, мен айтып отырған нәрселерді реально қолдансаң, немесе сен қазір бір волшебный бір нәрсе іздеп келсең, тогда бұл сабақ саған емес сонда. Потому что сондай нәрсе күтуі мүмкінсің да. Реально еңбек керек, еңбексіз еш нәрсе болмайды. Реально барасың, реально жанып тұрсаң, істеуге болады. Проблемамен ойлама, мүмкіндікпен ойлама. Везде возможность өте көп. Түсіндіре алдың ғой? Қазақстан тем более нарығы бос та, айтқан кезде жасауға болады. Бірақ четкий жасастан болса. Жасасан. Кеттік. Кейбір ірілеу қалаларда да осындай оптовый базарлар бар ғой. Мысалы мен өзім Атырау қаласында неше түрлі базарлар бар. Сол жерде алып сол товарларды покажды сатып көрсете болады деген сияқты. Сіздерге сабақ түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Сондықтан да егер де жаңағындай түсінбей жатсаңыздар, стоп қоясыз, қайтадан қарайсыз, жазасыз. Түсіндіре алдым ғой? Өте қарапайым тілмен түсіндіріп жатырмын сіздерге. Сондықтан да главный просто осы нәрселерді жұтып, осы нәрселерді практика жүзінде қолданып көру. Кеттік. Көбісінің қателігі сразу жаңа айтқанда Қытай, Турцияға барып, менде сондай бір достарым болған, Қытайға барып, білмеймін, бір 2-3 миллионға затақ келіп, ең сонда сата алмай отыр да. Ең главный нәрсе клиент. Клиент болса, любой жерден сатып заттарды алуға болады. Надо будет ше. Сондықтан главный сен
поток клиентті көбейтіп ал, Инстаграм бәрін ұстап, да, мысалы, даже товарды керек емес, бастапқы просто товар таңдайсың, Инстаграмда бір интернетте суреттер бар немесе соларды қойып жасауға болады да, ары қарай уже айналып жатса, да, пожалуйста, да, Турцияға, там, Қытайдан заказ беруге болады. Но бастапқы уақытта осы этаптан барлығы өтті, и бұл жасайтын схема. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Содан кейін потом көбісі мынандай Алиэкспресстен арзанға алдыртам деп ойлайды. И ол жақта арзан, бірақ жаңағы доставка жағы ұзақ болуы мүмкін. Мен де солай, мен Атырауда болған кезде айналысқам, өзім жаңағы чехолдар сатқам. Чехол болғанда бір осы чехол қойған кезде жаңағы қолдың ізі қалады, в общем, сөйтіп заказ беремін, сөйтіп Алиэкспресстен ұзақ күтемін біріншіден, екіншіден качествосы ондай емес. Вообще бөлек, в общем, бір қалтыр сияқты ма бір нәрсе. Ана жақта басқаша болып тұрады, в общем, арзан деп бере салғам ғой, сөйтіп. В общем, саттым, бірақ қиын саттым да, в общем, өзінің бағасына сатып жібердім деген сияқты. Сондықтан да бастапқы уақытта жаңа айтқанымдай, просто бар өзіңіздің базардан, тағы бір жерлерден, рыноктардан алып сата беруге болады. Потом барып уже дұрыс поставщиктерді тауып, уже тапсырыс берсеңіздер болады. Түсіндіре алдым ғой? И содан кейін пока өндіріске асықпа. Мысалы, терезе сататын болсаң, терезе жасайтын цех ашуға асықпа. Көп сөйлейді де сөйтіп, ойбай, сол ғой, білмеймін. Мынандай сөз бар да, мысли глобально, действуй локально, да, қазіргі бізде ойбай ғой, ондай, сондай немен жүреміз да, и ойлаймыз қазір. Көп ондай, ол классикалық проблема да, бәрі сөйтеді, кредит алады, қадалады. Менде өте көп сондай достарым бар, да, таныстарым бар. Так что бәрі закон малого начала. Маленькими шагами осылай поэтапно жасау керек. Вот сол этапта реально кәсіпкер болсын. Реально былай айтқан риск болу керек, да, бірақ риск должен быть просчитанный, өлшеулі болу керек, да, риск. Түсіндіре алдым ғой, Сондықтан да пока цехтар ашып, өйтіп нәрсе қажеті жоқ. Поставщикті қалай таңдау керек деген сұраққа жауап берейік. Біріншісі адекватный, современный поставщик болу керек, Поставщик адам ғой. Поставщик деген кім дегенде, поставщик деген ол адам, просто өзінің жаңағы оптовый товарлары бар. Кейбіреулер түсінбесе, кеттік. Көбісі үлкен кісілер болуы мүмкін, но арасында трендті түсінетін, Инстаграмды түсінетін поставщиктер болады, жаңа вкустары бар деген сияқты. Өздері на встреча шығып, көмектесіп кеңес береді да, мынау жақсы өтеді деген сияқты. Вот, в общем, общение ғой, общение нормально түсініп аласың, общаться етіп алсаң, в принципе, нормальный адам екенін түсінесің да сразу. Екіншісі, жауапкершілігі жоғары болу. Кейбір поставщиктер бар, вообще жауапкершілігі жоқ, жауап бермейді, в общем, лақтырып кетеді деген сияқты. Сондықтан да бастапқы уақытта жасап көресің ғой, бір-екі рет. Түсінесің, адам уже белгілі ғой, бір-екі рет жұмыс жасап көргеннен кейін. Содан кейін товардың бағасына және сапасына анализ жасап ал. Бұл жерде түсінікті шығар, басқа поставщиктермен салыстырып көресің ғой, ананың бағасы қалай екен. Бағасы арзан болса, в принципе, сол поставщикпен жұмыс жасасаң болады. Келесі ассортимент жанарып отыру. Мысалы, кейбір ескі товарлар болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан поставщиктен сұрау керек, бұл қашан ескі товарлар ма, қашан алып келді деген сияқты. Сезон бойынша товарларды жаңартып тұрма, немесе бұрыннан бері тұрма деген сияқты. Осы нәрселерге мән беріп қарау керек. Келесісі доставканың жылдамдығы. Мысалы, поставщиктер доставканы бізде бір сразу жеткізіп береді. Мысалы, сондықтан басынан бастап, осы категорияларды білетін болсаң, в принципе, қарапайым ғой, қарапайым адам просто сені дұрыс түсіндіре алады, дұрыс түсінесің. Осыны білмейсен, бақ деп бастап кетсең, тоже уже сенде, потому что сенде стресс пайда болады да, түсінесің ба? Сондықтан да қатты бір нәрселерге қатты ожидание қойма. Просто көресің, методом теке жасап көресің. Болмай қалуы мүмкін де, да, мысалы, бұл сабақ да, біз әр сабақтан үйренеміз. Сол кезде нағыз былай айтқан кезде кәсіпкер болып шығасың. Түсіндіре алдың ғой? Кеттік. Содан кейін брак товарларымен жұмыс істей ма білу керек. Мысалы, кейбір нәрседі бір браковый товар алып қалуы мүмкін, соған мен жасап беремін, кейбір айтуы мүмкін, жоқ жасап бермеймін. Сондықтан осының бәрін бастапқы уақытта бәрін сөйлесіп ал. Содан кейін оплатақысы қалай болады, соның бәрін келісіп ал. Содан кейін бір ғана поставщикке байланып қалма. Түсіндіре алдым ғой? Менде де бір танысым бар, мебельмен айналысады. В общем, мебель жасайтын цехы жоқ оның. Мебель жасайтын цех жоқ, бірақ мебельге өте жақсы спрос бар да. Инстаграм ашып қойған, Инстаграмға жан-жаққа қойып қойды заттарды. Неше 4-5 цехы бар ғой ананың. Заказ түседі, ана цехтармен сөйлесіп алған, общениесі жақсы ананың. Цехтар айтады, вот осындай заказ бар, вот дейді да, беріп тастайды әртүрлі. 5 несі бар да, цехтары. Өзінікі емес, басқа бір поставщиктар ғой, ана жасап беретінде. Соларға тапсырып отырады. Сондықтан да бастапқы уақытта да солай да жасауға болады, егер сен мебель саласымен айналысқың келіп жүрсе деген сияқты. Но басқа да салалармен де осындай бір форматта айналысу керек. Түсіндіре алдым ғой,
Поставщикпен қалай сөйлесу керек? Поставщикке хабарласқанда или вживую кездескенде оған барлығын дұрыстап түсіндіру керек. Вот осылай дейсің. Вот мен осылай Instagram арқылы сатып жатырмын, постоянный клиентім бар. Олар клиентім бар десең, саған с удовольствием береді да, жаңа өздерінің товары. Кейбір поставщиктер болады, кәдімгі на реализацию береді да, мә, братан, алшы, короче, давай деген сияқты. Болады. Сенің общениеңе байланысты, сенің доверияңа, сенің доверенный лицоңа байланысты, егер сен түсіндіріп, былай айтсаң, кәдімгі нақты адам түсінеді ғой. Жүрек бар ғой оларда. Түсінесің ғой. Сондықтан да любой адамға түсіндіріп айтсаң, түсінеді. Кеттік. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осы сабақты бәрін егжей-тегжейлі жазып, осы нәрселерді практикаға бұйырса жасаңыздар. Сол кезде мен айтсам, ұмытып қаласыздар, иә, былай нәрсені. Осы нәрсені кәдімгі по правилам жасап көрсеңдер, просто айттым ғой, 3-ке болса да жасап көру. 4-ке жетілдіресің, 5-ке түзейсің деген сияқты. Главное, всегда айтам, идеальный жасағаннан идеальный жасаймыз деп ойлаймыз ғой. Лучше там 3-ке болса да жасап кету. Ары қарай жетілдіріп аласың. Бәрі сөйтіп басталған. Идеальный жасаймын деп сені энергияң кетіп қалды да. И сөйтіп қалады сол идея болып. Түсіндіре алдым ғой? Қорқасың, анау болады, мынау болады деген қорқыныш всегда болады. Лучше сол қорқынышқа бар, жасап көр. Неге жасамаймыз? Потому что провалдан қорқамыз. Провал это неизбежно, да? Это всегда болады. Түсіндіре алдым ғой? Сол сияқты только делай. Все, давай, сау бол. Тағы да саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Көңіл-күйлеріңіз жоғары деңгейде деп ойлаймын. Сондықтан да келесі сабағымызды бастаймыз, кеттік. Келесі сабақтың тақырыбы конкуренттерге анализ жасау деп аталады. Конкуренттерге анализ не үшін керек? Мысалы, сенде, сен мысалы бір наушниктер сатқың келеді. Хорошо, басайын деп атсың. Бірінші нишаны таңдадың, басайын деп атсың. Енді, в общем, нарықта кімдер бар? Анализ жасау керек қой. Мысалы, анализ рынка, да, кәдімгі четко кім бар, ол жерде қандай компания бар. Былай мен всегда бүйтіп айтамын, топ-10 компания, сол салада қандай топ-10 компания бар. Давай, соған анализ жаса. Контент бойынша қай бағытта жұмыс істеуді білу үшін, клиенттерден сұраныс бар ма, жоқ па, продажа бар ма, жоқ па, жалпы болашағы бар ма, бұл саланың жоқ па, соны анықтау үшін біз конкуренттерге былай айтқан кезде анализ жасауымыз керек. Сенің салаңда конкуренция болғаны жақсы, яғни салада сұраныс бар, клиент көп деген сөз. И бір жақсы конкуренттер саған дейін бәрін жасап қойған. Еш нәрсе ойлап, мен всегда айтамын, бір сверхъестественный нәрсе көбісі ойлап жүреді, так, я создаю вот так деп. Не надо. Нарықты қара, проблема көрдің, улучшай его. Улучшенный вариантын шығар да, сол кезде сен сол конкуренттерді озасың. Түсіндіре алдым ғой? Просто сол артын қарап, олардан жаңа айтқандай улучшать етіп жақсырақ жасау. Анализді Excel таблицада цифрларымен жасау керек. Мына осы сабақтың астында анализ конкурентов деген таблица бар. Соны қарап шықсам болады. Сол арқылы сол жерге сол саладағы анализ конкуренттерге анализ жасайсың. Нақты цифрлар керек. Реально четко жазасын. Кестені түсіндіріп берейін, қандай болатын. Именно парақшаның сілтемесі болады, парақшаның сілтемесін сол жерге қоясың. Содан кейін подписчик саны там қарайсың, накрученный, не накрученный, ішіне кіріп қарасам болады деген сияқты. Лайк, комменттері, в общем, страницасын түсінесің ғой, в общем, кірген кезде страницасы өліп жатыр ма, тірі ма там. Білуге болады да, сразу кіресің. Жүргізе ма, жүргізбей ма, білесің уже. Енді мынау клиент жүргізіп, мынау конкурент жүргізіп жатыр ма, жүргізіп жатыр ма. Там видеолардың, просмотрлардың саны, там пост саны, қандай контенттің сапасы дегендей сияқты, стористерді салып отыр ма дегендей сияқты. Вот, в принципе, осы нәрселерді реально егерде біліп алсаң, сен түсінесің. Содан кейін сөйлескен скриптар бар ма, қарау керек. Скрипт деген не нәрсе? Скрипт дегеніміз сатушының сенімен сөйлесу сценарийі. Жақсы скриптте сатушы саған барлығын түсіндіріп береді. Бірнеше күннен кейін қайтадан жазады. И общий қорытынды жазу керек. Мысалы, артықшылығы күн сайын сторис салады, директте тез жауап береді. Мен өзім всегда былай жасаймын. Өзім, мысалы, бір саланы конкурент анализ жасаған кезде, жаңа айтқанымдай таблица бар, и плюс хабарласып көремін, в общем. Директіне жазамын. Осыны нәрсе бар ма? Тез жауап бере ма, жауап бермей ма? Сату жаңағы скрипттары қандай? Маған реально бір мен өзім возраженияларымды айтып көремін, мен жоқ, маған ойланамын, бүйтіп не деп жауап береді деген сияқты. В принципе, мен айтайын, ондай нәрсе вообще жоқ. Реально, просто так қалай бар, солай жасап жатыр ол кісілер. Вот, сен проблеманы көресің, вот осы нәрсені улучшать ету керек. Мен де осылай электроника магазин, интернет магазин ашқан кезде сөйттік те жасап көрдік. Барды, көрдік, мынандай проблемалар бар. И біз сол нәрсені улучшать етеді. Ешкім контент жасамайды екен ол жерге, дұрыс директке жауап бермейді екен, тағы да тағысын басқа деген сияқты. И көр, ондай салалар өте көп та. Сезу керексің да, в общем, бизнесте мынандай нәрсе. Бизнесте логика қатты жұмыс жасамайды. В основном не бар? Ол жерде
интуиция бар. Жүрек тыңдау керек та, реально түсесің бе? Мына саламен айналыссам, примерно атуы мүмкін деген сияқты. Түсіндіре алып жатырмын ғой. Сондықтан да сөйлесіп көресің, скрипттары бар ма, жоқ па, бәрін анықтап аласың, тез жауап бере ме, тез жауап бермей ме. Осылай полный анализ конкурентов барлығын четко жасап шығасың әр парақшаға. Түсіндіре алдым ғой, иә? Конкуренттерге анализді осы кесте арқылы жасайсыздар. Мына жерде көрініп тұр. Осы ненің видеоның астында бар. Сол таблица, соған реально толтырасыздар. Кестенің шаблонный версиясы жаңа айтқандай сабақтың астында бар. Осылай өз салаларыңызда кем дегенде айтқан кезде 7 конкурентке анализ жасап. Түсінікті ғой, қарапайым. В общем, сен наушник немесе киім сатқың келеді. Сол салада кімдер бар, конкуренттер. Сол по списку жасап шығасың. Қарапайым тілмен. Сол кезде сізде примерно видение пайда болады. Мына конкурент былай істеп жатыр екен. Мен мынандай нәрсе ғой, мынандай былай ойлау керек та, всегда клиенттің басымен ойлау керек та. Неге ол адамдар менен алу керек? Олардан емес. Менің қандай артықшылықтарым болу керек? Улучшение жасау керек қой, бір нәрсені жақсарту керек та. Олардан андай, значит, мен сервисім дұрыс істейтін болсам, ол клиенттер маған келуі мүмкін. Значит, мен контент дұрыс істейтін болсам, реклама дұрыс істейтін болсам, значит, мен нарық, мысалы, әр компания өзінің доля рынка деген нәрсе бар да. Әр компания өзінің нарықтағы біз орнын алады. Мысалы, бір электроника магазин бар, ол 50% алады нарықтың, клиенттің. Біреу 20%, біреу 10% деген сияқты. Сондықтан да сен сол проценттің жартысын алуға болады да. Бірақ сен жақсартсаң егерде. Тура солай жасасаң, тура сондай стандартный жасасаң, сондай, сон сервисің дұрыс емес, бәрі дұрыс жауап бермесең, тура сондай нәтиже аласың. Түсіндіре алдым, иә? Вроде бұл өте қысқаша сабақ, анализ конкурент деп аталады. Кестесі бәрі тұр, кестесін бәрін обязательно толтырып алу керек. Түсіндіре алдым ғой, бәрі поэтапно жетіп жатыр. Бірінші сабақ бізде не болды? Мышление туралы болды. Мышление, қалай кәсіпкер мышлениясы болу керек. Екіншісі содан кейін жаңа төрт схеманы бердім. Сен дұрыс сала таңдауың керек. Контенті жақсы болу керек, реклама жіберу керек и сату керек. Түсіндіре, поставщик қалай табу керек. Бәрі поэтапно, по цепочкам келе жатыр да бұл. Осы по цепочкам жасайтын болсаң, сен уже реально түсінесің. Ол қарапайым осылай болып жатырғанын. Ары қарай тағы да барлығы поэтаптан жүріледі. Түсіндіре алдың ғой? Сондықтан да әр сабақты бүйтіп басынан аяғына бүйтіп қарауға болмайды. Реально до конца қара и до конца поэтапно практически нәрселердің барлығын жасап отыр. Хорошо? Давай, келесі сабақта кездескенше сау саламатта бол. Удачи. Тағы да саламатсыздар ма? Жағдайларыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жоғары деңгейде деген ойдамын. Всегда әр сабақты қараған кезде көңіл күйлеріңіз всегда жоғары деңгейде болсын. Сол кезде әр сабақ сіздердің миларыңызға сіңетін болады. Хорошо? Давай кеттік. Келесі тақырып бұл ассортимент деп аталады. Менің тәжірибемде мындай жағдай болды. Екі кәсіпкер екеуі де Instagram арқылы бірдей салада жұмыс істейді. Мысалы, бірдей салада, бір нишада. Екеуі де жарнамасын жасайды. Контент салады, продажалары бар. Вроде екеуі де бірдей әрекет жасап жүр. Бағалары да бірдей. Но бірінші кәсіпкердің табысы екіншісіне қарағанда 1,5 есе жоғары шығады. Неге бұлай деп анализ жасап көргенде түсінгенім, бірінші кәсіпкерде товарлардың түрлері көп екен. Значит, ассортименті көп. Екеуі де бір салада бір товар сатады, бірақ біріншісінде клиентке выбор көп. Әр түрлі түстері, размерлері бар. Мұны біз товарлар ассортименті деп атаймыз. Кез келген инстамагазинде товарлардың ассортименті болу керек. Мысалы, мен наушник сататын болсам, наушниктің неше түрлері да, мысалы, мынандай AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro деген. Біреуін сатсаң, тоже болмайды да сенде да. Бұны маркетингте продуктовая линейка деп атайды. Офлайн магазинмен салыстыратын болсақ, сен магазинге кіргенде тек бір ғана аяқ киім тұрмайды ғой. Келсесің ғой, неше түрлі қызыл, жасыл, әр түрлі аяқ киімдер тұрады. Аяқ киімнің жанында белдіктер тұрады, шалбарлар деген сияқты әр түрлі таңдау болады. Демек, инста магазинде де сондай болу керек. Себебі клиент көп жағдайда өзінің не қалайтынын білмейді. В принципе, кіреді, білмейді. И біз сатушы ретінде оған көмектесіп жіберуіміз керек. Және клиент сізден бөлек, яғни басқа магазиндерде аралап көріп жатыр деген сөз. Мысалы, сен ноутбук сататын болсаң, мысалы, телефон сататын болсаң, телефонға не сатасың? Ассортимент қасына чехол бар, немесе зарядкасы бар, немесе powerbank бар. Тағы бұл көрдіңіз бе? Ассортимент көп те, бір телефон алып кетпейді, ол тағы да қосымша продажа жасауға болады да. Түсіндіре алдым, иә? Тауарлар ассортиментін құрастырған кезде клиенттердің сұраныстарына қараңыз. Басқа конкуренттердің тауарларына анализ жасап көріңіз. Шет елде не модада болып жатқан трендтерді қарап көрсеңіз болады. Товарлардың бағалары әртүрлі болу керек. Не негізгі товар болсын, мысалы, гүл сатсаңыз, негізгі товары гүл. Әйелдер киім сатсаңыз, негізгі товар көйлектер.
И солардың жанына жүретін қосымша сәл бағасы арзандау товарларды қосуға болады. Мысалы, гүлдің жанына сыртын қаптайтын упаковкасы бөлек сатылуы мүмкін, лентасы бөлек сатылады, подаркаға беретін сыйлықтар бөлек сатылады деген сияқты. Киім саласында көйлекпен бірге летний шарф, сумочка, пиджакты қосымшалап жүруге болады деген. Примерно түсіндіре алдым ғой, ассортимент деген нәрсе қосымша, тағы да басқа да көп товарлар болса, қосымша продажа жасауға болады. Бұл мысалы ары қарай уже айналғаннан кейін тағы да бір товарларды қосам десеңіз. Түсіндіре алдым ғой, товарлардың бағасын қойған кезде нарықтық бағаларды зерттеу керек. Нарықта примерно сен аспаннан әкеліп, ауадан әкеліп бағаларды қойып тастамайсың ғой, реально бағаларды қоясың. Бірінші конкуренттерді қарап көресің, кім қаншадан сатып жатыр, тезірек табыс табамын деп ең төмен баға қоюға болмайды. Өйтіп нарықты сындырамын деп ойлама да. Бағаны төмен қою деген ол жаңағы ең жеңіл стратегия емес та. Бір жағынан арзан баға клиентке күмән болады, сенбейді да, себебі. Екінші жағынан өзіңізде түк табыс таппайсыз. Ең дұрысы конкуренттермен шамалас болғанын қою керек. Себебі клиент бәрінде бір по-любому алады, ол мынадан алмаса, сен просто дұрыс подход жасап, дұрыс сөйлесе білсең, дұрыс упаковкамен оларға сендіре білсең, сенен сатып алады. Но ескерте кетейік, товарлар ассортиментін құрастырған кезде клиентке выбор көп болсын деп, слишком көп быдырлатып қойып тастауға болмайды да, себебі клиент таңдау жасаудан қиналып шаршап кетуі мүмкін. Реально керек нәрселерді четко ясно қойып қойсыңдар. Түсіндіре алдым, иә? Қандай товар өтеді, ол туралы мен сіздерге нақты айта алмаймын. Бұны только тестировать етіп көреміз, иә? Мен всегда айтамын ғой, мен білмеймін да, маркетингте де тура сондай. Біз білмейміз, өтеді, өтпейді. Кейбір видео посттар бар ғой, салып көресің, кейбіреулер өтіп кетуі мүмкін, кейбіреулер өтпейді. Сондықтан да оны аудитория шешеді, нарық шешеді, только тест жасап көресің. Мына саланы аласың, упаковка жасайсың, реклама жүріп көресің. Все, окей, нормально. Кейде күтпеген жерден бір товарлар жақсы сатылып кетеді деген сияқты. Сондықтан да только тест жасап алу керек. Кеттік, үй тапсырмасы былай. Егер бизнесіңіз болса, өзіңіздің товарлар ассортиментіңізге анализ жасап көріңіз. Жақсы выборлар бар ма, жоқ. Мысалы, сіз мына жерде бұл сабақта енді бастап жатқандар бар, немесе бизнесі бар адамдар бар, және немесе SMM, жаңағы SMM-шіктер, маркетологтар бар да. Сондықтан да егер де бизнесің бар болса, қарап шық, қандай жақсы выборлар бар ма, жоқ па деген сияқты. Клиентке слишком көп или слишком аз выбор беріп қойған жоқсың ба? Конкуренттер не сатып жатыр? Өтіп жатқан товарлар қандай товарлар керісінше өтпей тұр дегендей. Егер бизнесіңіз болмаса, болашақ бизнесіңізге товарлар ассортиментін құрастырыңыз. Тоже конкуренттерді қарап шықсаңыз болады. Айналаңыздағы адамдардан сұрастырып көріңіз, магазиндерге барып аралап шығыңыз, не өтіп жатыр деген сияқты. В общем, темада болып, в общем, осы неде движда жүру керек қой. Түсіндіре алдым ғой, иә? Соған қарай товарлар ассортиментін құрастырыңыз. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды дегенді ойлаймын. Бүгінгі сабақ бізде ассортимент туралы болды. Давай, келесі сабақта кездескенше сау саламатта бол. Тағы да саламатсыздар ма? Бүгінгі келесі сабағымызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз жоғары деңгейде деген ойдамын. Көңіл-күй жоқ болса, көңіл-күйлеріңізді көтеріп алыңыздар. Себебі әр жақсы көңіл-күй болған кезде, әр сабақта сабақ миыңызға дұрыс баратын болады. Сол кезде бәрін түсінесің. Келесі сабақ тақырып бізде декомпозиция деп аталады. Декомпозиция деген түсінікпен танысамыз. Декомпозиция жасау арқылы сен бизнесіндегі каждый шығынды, табысты, жарнамалық шығындарды есептеп, өзің қалаған оборотқа қалай шығуға болатынын түсінесің. Мысалы, сен бір 2 миллион теңге тапқың келеді, соған қалай шығу керек, бәрін есептеу арқылы, сол арқылы барлығын түсінесің. Декомпозиция әдісі каждый бизнесте болу керек. Және әр кәсіпкер бұл әдіспен жұмыс істеуді білу керек. Көбіміз бизнес бастаған кезде ешқандай есептемейміз да, пайда түсіп жатыр ма, реклама қанша кетіп жатыр, тупо айналыса береміз да, ең соңында еш нәрсе бізге қалмайды. Ондай бизнес, ол бизнес емес, ол просто ондай бизнес банкротқа апарады да сізді, и все болды, бітті сосын. Сондықтан да барлығын есептеу керек. Декомпозиция дегеніміз үлкен бір мақсатты шағын бөліктерге бөліп тастау. Мысалы, сенің мақсатың айына 2 миллион теңге оборотқа шығу. Бір саланы таңдадың, наушник сатамын дедің, киім сатамын дедің, 2 миллионға шыққың келеді. Деген бір үлкен сан сияқты көрінеді ғой, бірақ егер біз оны шағын бөліктерге жіліктеп бөліп тастасақ, ол санға жету оңай болады. Енді жаңағы мақсатымызға жету үшін бізде продажа жасау керек. Келісеміз ғой, 2 миллион теңге ауадан түспейді, оны продажа жасау керек. Продажа жасау үшін товар немесе қызмет керек, яғни өнім керек. Ал өнімді сату үшін оның сататын бағасын білу керек. Мысалы, наушник сатқың келеді, оның сататын өзінің бағасын білу керек. Бағасын білу үшін алдымен оның өзіндік құнын анықтап алу керекпіз. Сенің өзіндік құны. Өзіндік құны дегеніміз орысшасы себестоимость, қанша теңгеге өзіндік құны шығады. Өзіндік құны дегеніміз жаңа айтқандай, сен өнімді сатып алғанға кеткен барлық шығындар.
Мысалы, өнімді поставщиктен сатып алған шығынға кеткен, оны жеткізуге кеткен тағы қосымша шығындар шығып қалуы мүмкін, мысалы қорапшасына, пакетке деген сияқты общий. Яғни өзіндік құны дегеніміз өнімді сатып алуға кеткен барлық шығындар, жаңа түсіндірдім. Қызмет көрсету саласында ешқандай товар сатып алмаймыз. Я мысалы, сен видеограф, мобилограф болсаң, сен товар ешқандай сатып алмайсың ғой. Қызметті өзіміз өндіреміз. Мысалы, видео түсіретін адамдар қызметін сатқан кезде видеоны бір жерден сатып алмайды ғой. Оны алады да, бір жерге түсіреді, соның өзінің былай айтқан кезде қызметі да. Ол өзіндік құны ретінде қызмет көрсетуге кеткен өзінің уақытын есептейді. Мысалы, массаж жасаудың 1 сағат есептеледі. Яғни қызмет көрсету саласында кәсіпкерлер уақытын сатады. Түсіндіре алдым ғой? Мысалы, массаж жасасаң, сен товар емес қой, қолмен жасап бересің деген сияқты. Түсіндіре алдым, иә? Өзіндік құнын есептеген кезде оған жарнамалық шығындар кірмейді. Себебі жарнамалық шығын дейтін ол уже бөлек нәрсе. Түсіндіре алдым, иә? Егер магазин немесе офис арендаға алатын болсаң, ол уже өзіндік құнынан кеткен шығынға уже енгізуге болады. Мысалы, ол үшін бір айда түскен ақшаны есептейсіз, иә? Мысалы, бір айда сен 1 миллион теңге түсетін болсаң, соны 1 миллионның соны арендаға кеткен шығынға бөлесіз. Мысалы, 100 мың. 1 миллионды 100 мыңға бөлген кезде 10 мың теңге, яғни арендаға әр сатылымнан 10 мың теңге кетіп жатыр деген сөз. Егер аренда төлемейтін болсаң, онда өзіндік шығынға енгізбейсің. Бірақ бастапқы уақытта саған бір офис, не істеп қажеті жоқ. Түсіндіре алдым ғой? Өнімнің өзіндік құнын біліп алғаннан кейін табысты есептеу керек. Мысалы, табыс екіге бөлінеді. Өнімді сатқаннан кейін түсетін табыс және барлық шығындарды алып тастағаннан кейін қалатын таза табыс. Өнімді сатқаннан кейін түсетін табыс жайлы түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті ғой, өнімді сатқаннан кейін. Мысалы, 5 мыңға товар сатып аласың, оны 12 мыңға сатсаңыз, табыс 12 мың болады. Табыс деген осы. Енді таза табысты есептеу керек, ол үшін бізге жарнамалық шығындарды білу керек. Кеттік. Бір айда жарнамаға қанша ақша құрттыңыз? Соның бәрі жарнамалық шығын болып саналады. Түсіндіре алдым, иә? Бір айда жарнамаға қанша? Мысалы, бір айда бюджет таргетке, блогерге, мысалы, 200 мың, 300 мың кету керек, бұл 300 мың кетеді деген сияқты. Бұл уже рекламный расход болып саналады. Жарнамалық шығынды білгеннен кейін әр клиентке кеткен жарнамалық шығынды анықтаймыз. Мысалы, сен бір айда 100 мың теңге жарнамалық шығын жасадың. Сосын 200 товар сатып 1 миллион теңге табыстап. Енді жарнамаға кеткен 100 мың теңге шығынды келген клиент санына 200-ге бөлеміз. Сол кезде әр клиенттің жарнамасына кеткен шығын 500 теңге болады. Бұл мысалы сіздерге басқаша болады. Енді таза табысты есептейміз. Допустим, товар 5 мыңға сатып алдың, иә? Мысалы, бір наушник сатасың, соны 5 мыңға сатып алдың. 1000 теңге доставкасына кетті. 200 теңге пакет упаковкасы. Содан кейін жарнамаға 500 теңге кетті. Сату бағасы 12 мың теңге. Сонда таза табыс сенде 5300 теңге қалады. И сонда мысалы 12 мың теңгеден айына 100 товар сатылса, оборот 1 200 000 болады, ал таза табыс 530 мың теңге болады. Түсіндіре алдым ғой? Бұл өте қарапайым цифры. В принципе, осыны дәптерге немесе Excel таблицаға есептеп алсам болады. Түсіндіре алдым ғой? Осы қарапайым схема бәрін есептеп алсам, таза қанша қалады? Содан кейін оборот общий қанша? И әр шығындардың бәрін алып тастап, жарнамалық шығынды бөліп есептеп, сенде уже четкое понимание пайда болады. Түсіндіре алдым. Енді бізде 2 миллионға шығу деген цель тұр. Біз өнімнің өзіндік құнын білеміз. Өнімнің қанша теңге тұратынын өзіндік құнын білеміз. Әр клиентке кететін жарнамалық шығынды білеміз. Таза табысты білеміз. Енді сол мақсатқа жету үшін бізге ай сайынғы заявка санын, сатылым конверсиясын және средний чектің көрсеткіштерін білу керек. Заявка дегеніміз ол сенен сатып алуы мүмкін клиенттер. Заявка дегеніміз жарнамадан кейін, мысалы, сізге WhatsApp-қа түседі, Instagram-ға комментарияға жазады, немесе дайректке жазады деген сияқты. Мысалы, егер таргет жүргеннен кейін или звондайтын номер қалдыратын клиенттер, осыны заявка деп атайды. Сатылым конверсиясы дегеніміз, жалпы конверсия туралы толық тоже осы видеоның астында ақпарат бар. Конверсия деген не екенін қарап алсаңыздар болады. Сатылым конверсиясы дегеніміз общий түскен заявка санынан қанша адам нақты сатып алды, соның пайыздық көрсеткіші. Мысалы, саған 100 адам жазуы мүмкін, 100 адам жазуы мүмкін, заявка түседі, 100 адам ойбай, мына нәрсені сатып аламын деп. Соның мысал айтқан кезде 50 адам сатып алса, в принципе, негізі 50 дейтін өте жақсы үлкен конверсия. Редко ондай болады, в среднем бір 20% болады да. Соның мысал айтқан кезде 50 адам сатып алса, сенде уже 50% конверсия болады. 100 адам жазды, 50 адам сатып алды деген сияқты. 100 адам жауап, 20 адам сатып алуы мүмкін деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой? Осылай есептейміз, принципе қанша сатып алды. Оны есептеу үшін сатылым санын заявка санына бөліп 100-ге көбейтеміз. Сол кезде конверсия шығады. Енді конверсияны білу үшін не істеу керек?
мысалы егер сен конверсияны білмесең, сен де ойлайсың, мә күшті, менде бәрі болып жатыр деген сияқты. Конверсия жаңа түсінікті ғой, мысалы 10-20%, мысалы 100 адам жазып, соны 20 сатып алса, ол жақсы. Жақсы деген, жақсарту керек, әлі жақсы, но әлі жақсарту керек. Мысалы 20-30% болса, ол орташа. 30-дан жоғары болса, ол жақсы. 50%-тен жоғары болса, ол вообще супер, да? Сені, значит, сені сату қабілетін мощный деген сөз. Конверсияны көтеруге бірнеше факторлар әсер етеді. Конверсия түсінікті ғой, мысалы, саған 100 адам жазады. Сонымен сен сөйлесу арқылы, соның қанша пайызы сенен сатып алды. Осы ғой қарапайым тілмен. Конверсия деген осы қанша пайызы сенен сатып алды. 100 адам, реклама жібердің, осы адам келді, соның қанша пайызы сатып алды. Ол жарнаманың конверсияны көтеруіне бірнеше факторлар әсер етеді, жаңа айтқандай. Мощный бір. Ол реклама кетсе, ол жарнаманың өтімді болуы, чтобы жылы қызған клиенттер келетіндей. Кейбір жарнама мощный реклама, четкий, ясный реклама болса, реально сан горячий клиенттер келеді. Түсіндіре алдың ғой? Содан скриптің болуы да, ол туралы да сату сабағында болады. Скрипт жалпы әр салада, мысалы, қандай скрипт құрастыру керек, қалай сөйлесу керек дегендей сияқты. Жаңа түсіндіре алдым, контенттің үнемі болуы, мысалы, жаңағы страницаңда қалай айтам, страницаңда адамдар көріп, жазып, мынандай ғой, мысалы, горячий адамдар бар да, мысалы, 10 адам көрді ме, 10 адамда сатып алатын конверсия бар, 100% болуға болады. Оған жаңағы әсер ететін, конверсияны жоғарына әсер ететін факторлар айтып жатырмын. Рекламаң жақсы болса, страницаң упакованный болса, скрипт, жаңағы сөйлесу нелерін өте жақсы болатын болса, скрипттарын, онда сондай конверсия жасауға болады. Осындай детальдар біздің жаңағы конверсияның продажасына өте қатты әсер етеді. Ай сайын осылай конверсияны есептеп қарап отыру керек. Енді келесі түсінік ол средний чек деп аталады. Орташа чек, былай айтқан кезде средний чек қанша теңге қалады. Мысалы, бір айда 1.200.000 табыс болса, орташа бір айда 1.200.000 теңге. Соны клиент санына, мысалы, 100 клиентке бөлеміз. Сол кезде орташа чек 12.000 теңге болып шығады. Яғни, орташа чекті білу үшін бір айда түскен табысты бір айда сатып алған клиент санына бөлеміз. Түсіндіре алдым ғой? Мысалы, бізде өзімізде бар да, өзіміз электроника магазин бар, бізде сондай полный бәрін құрастырғанбыз. Сонда бізде былай, мысалы, айына 5000 продажа керек. Айына 5000 емес, 4500 продажа керек. 4500 продажа жасау үшін бізге 15000 лид керек екен да. Примерно орташа жаңа конверсиямен есептеген кезде 15000 заявка керек. 15000 заявкадан біз 4500 жаңағы нәрсе адам шығара аламыз, сата аламыз деген сияқты. И күніне бізде 50 продажадан жасап тұру керек. Күніне 50 емес, 150 продажа жасау керек деген сияқты. Осы мысал ретінде де осы неге қойып қоятын боламыз видеоның астында қалай примерно есептелген. Мысалы біздің өзіміздің электроника магазинге. И примерно сол есеп бойынша өздерінің салаларыңға да есептеп алсаңыздар болады. Қалай қанша продажа жасау керек, қанша лид түсу керек күніне, айына қанша түсу керек, айына бюджет қанша кету керек, средний чек қанша қалады. В общем, сондай кесте бар. Сол кестеге қарап, сенде соны құрастырсам болады. Кішкене саған бір қиындау болып отыруы мүмкін, бір себебі бұл есептер деген сияқты. Ол это нормально нәрсе, потому что ол сен бастапқы уақытта қазір бұл нәрселерді есіп жатсың ғой, түсінесің ғой. Сондықтан это нормально. Ары қарай түсініп алғаннан кейін, бір жасап алғаннан кейін, мысал ретінде осы видеоның астына салатын боламыз. В принципе, бәрі түсінікті болады. Түсінікті, иә? Кеттік. Енді 2 миллионға жету үшін бізге қанша продажа, қанша заявка, қандай конверсия, қандай орташа чек керек, соны есептейік. Мысалы, средний чек 12.000 теңге, 12.000 теңге, цель 2 миллион теңге табу керек. Қойған мақсатымызды средний чекке бөлеміз. Сонда бізге 166 продажа керек екен. Егер бізде конверсия 20% болса, значит бізге 730 заявка бір айда келу керек. Оны қалай есептедім? 100%-ды 20% конверсияға бөліп, 166 продажаға көбейткенде керек заявка саны шықты. 730 заявка келу үшін оның тағы да жіліктеп бөлеміз. Допустим, заявка таргеттен, блогерлерден, Instagram страницадан, OLX-тен, пабликтардан келеді. Все, 2 миллион деген мақсатқа жету үшін бізге орташа чек 12.000 болады. Болатында етіп 20% конверсиямен 730 заявка және 166 продажа керек. Түсіндіреміз? 730 заявка. Ойбай, қалай болады, сатып алайын деп едім деп, соның ішінен ол бәрі сатып алмайды ғой. Соның 20% конверсиямен 166 адам. Мысалы, сен наушник сатасың, реклама жібердің да, мысалы, бір айда саған 730 заявка керек. Сен тұра тұр, 730 заявка керек. И бір айда 166 продажа жасайсың деген сияқты. Примерно осылай есептеп алу керек қарапайым тілмен. Әрине 732 заявка келу үшін жарнамалық шығындары өседі, рекламный бюджет көтересің, сондықтан конверсияны өсіру керек. 730 болса, одан кейін бір 240 адамға сату керек деген, конверсияны 30-40%-ке көтеру керек. Түсіндіре алдың ба? Содан кейін, чтобы жарнама кеткен шығын өзін өзі ақтау үшін. Түсіндіре алдың ғой, конверсияны көтеру керек сол үшін.
И ай сайын осылай жарнамаға кеткен шығындарды есептеп отыр. Мысалы, біз айына қойдық, бізге мысалы айына там 4500 продажа жасау үшін мысалы бізге бір 2 миллион 500 ба, сондай мысалы рекламаға кету керек шығын деген сияқты. Басқа есептеп алдық деген сияқты. Күніне мысалы 70-80 мың реклама таргетке кету керек деген. Примерно есеп сондай. Бірақ бастапқы уақытында сен минимальный нәрсемен істейсің. Минимальный бастапқы уақытта бюджетсің. Есептеп алғаннан кейін, декомпозиция шығарып алғаннан кейін пайдасы қанша қалады, шығыны қанша қалады, и там таргетке қазір жүріп көресің ғой, басынан бәрін есептеп қарап шығасың. Содан кейін уже түсінесің ары қарай. Главное просто бұл нәрсені жасап көру. И ай сайын осылай жарнама кеткен шығындарды есептеп, әр клиентке кеткен шығынды есептеп, қарап, нақты цифрлармен бизнесті реттеп отыру керек. Бүгінгі сабақта көрсеткен сандарым ол мысалдар тек. Сіздің бизнесіңізде совсем басқа бір сандар болуы мүмкін да. Сондықтан да бүгін біз өзіндік құн, жарнамалық шығын, әр клиенттің жарнамалық шығыны, табыс, таза табыс, сатылым конверсиясы, заявка, орташа чек деген түсініктермен таныстық. Осылай цель қойылған кезде оны цифрлармен бөліп тастау керек. Жалпы бұны декомпозиция деп атайды. Және бұл сабақтың визуальный конспектісі болады. Реально ана жер цифрлармен барлығы түсінікті болады. Тағы да мысал ретінде салып қоятын боламыз, егер де түсінбей жатырған адамдар болатын болса. Сондықтан да барлығы өте қарапайым. Сондықтан да сіздерге үй тапсырмасы, егер бизнесі бар болса, былай декомпозиция жасауға болады. Саласын уже сен анықтадың ғой. Өзінің құнын есептеп, табысты есепте, таза табысты әр клиентке кеткен шығынды, конверсияны, орташа чекті есепте, жаңа айдағы мақсатқа жету үшін қанша заявка, қандай конверсия керек, қанша продажа болу керек екенін есептеп шығу керек. Егер бизнес жоқ болса, болашақта айналасын келіп жүрген бизнестің өзінің құны, орташа чегін түсініп, табысты және таза табысты есептеп шығу керек. Түсіндіре алдым, бүгінгі, егер сен бүгінгі осы үй тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Егер де түсінбеген болсаңыздар, қайтадан осы сабақтарды көріп шықсаңыздар болады. Түсіндіре алдым ғой. Сондықтан да барлығы өте қарапайым. Просто егер сен жасай алмаймын десең, онда жасай алмайсың. Жасай аламын десең, жасай аласың. Жетістікке жетемін десең, жетесің. Сондықтан да егер түсінбесең, қайтадан сабақты қарап шық. Мысалдар бәрін беріп жатырмыз. Главное просто ол нәрселерді жасап шығу. Окей? Давай, красавчик. Сау бол.